Құрметті бұқаралық ақпараттар құралдарының өкілдері, жалпы сіздерді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Осындай сіздердің алдарыңызда 24-ші жылғы және 25-ші жылғы міндеттемелерді баяндауға рұқсат етіңіздер. Департамент құзыретіне білім беру қызметінің саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті білім беру ұйымдарының сырттай бағалау жүргізу және лицензияға рұқсаттамалар беру болып саналады. Жалпы енді жеке біздің департаменттің құзыретіндегі болған мәселелер туралы 24-ін жеке тоқталуға рұқсат етіңіздер. Бірінші, біліктілік талаптарын сәйкестігін тексеру. Жалпы бізде 99 білім беру ұйымдары тексеру жүргізілді. 99 білім беру ұйымдарының ішінде барлығында құқық бұзушылықтар орындар алған, нұсқама берілді. Яғни 89 білім беру ұйымы уақытша лицензиясы тоқтатылды. Мемлекеттік аттестаттау. Департамент негізгі функциялардың бірі ведомстволық бағыныстарға қарамастан білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттаудан өткізеді. Департамент 24-ші жылы 498 білім беру ұйымы аттестаттау жүргізілді. Жоспар 100% орындалды. Нәтижесінде мемлекеттік аттестаттаудан бірінші реттен 81 білім беру ұйымы өтті. Яғни пайызбен шаққан кезде 16-та 2%. Ал қалған 417 білім беру ұйымы бірінші реттен аттестациядан өтпеді, нәтижесі 83-те 3% құрады. Яғни бұл жерде айта өту керек, бірінші реттен өтпеген жағдайда оған кемшіліктер анықталған уақытта 10 күн мен 1 жылдың уақытында аралығында уақыт беріледі. Екінші, қайта мемлекеттік аттестаттау шаралары 441 білім беру ұйымдарында болды. Яғни ол жерде атап өтетін болса, бір колледж, 265 мектеп, 175 балабақша жүргізілді. Оның нәтижесінде 409 білім беру ұйымдарында білім беру қызметіне мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес келіп, қайта аттестатталды. Ал 34 білім беру ұйымы, бір колледж, 24 мектеп, 9 балабақша қайта мемлекеттік аттестаттаудың нәтижесінде берілген бұзушылықтарды толық жойылмай, қайта мемлекеттік аттестаттаудан өтпеді. Қайта мемлекеттік аттестаттаудың нәтижесінде 2 колледж білім беру қызметінің берілген лицензиясы қайтарылды. Ол колледждер Түлкібас көпсалалы колледж, Этно колледж. Одан бөтен 2 балабақша хабарламасы тоқтатылды. Олар Жетісай ауданында білім беру бөлімін, денсаулық Жетісай арнайы бөбе бақшасы, одан кейін Шалқан балабақшасы. Одан бөтен, яғни бізде 29 білім беру ұйымдары бақылауға түсті. Оқыту нәтижесі, яғни мынау аттестаттауда өтетін білім беру ұйымдарында біз бірінші кезекте балалардың білім сапасын қарау мақсатында 4-ші сыныптар мен 9-ші сыныптардың арасында тест болады. Ол біздің департамент ол жерде адалдықты, тазалықты принцип сақтау мақсатында біздің мамандар бұл жерге бақылаушы ретінде қатысады. Нәтижесінде 4-ші сынып бойынша 308 мектептің 10.993 оқушы қатысып, оқыту нәтижесі көрсеткіші 40-тан төмен болған 2 мектеп. Ол Сарыағаш ауданында Бокин атындағы 62-ші бастауыш мектеп, Жетісайдағы Жангелдин атындағы 27-ші жалпы орта білім беретін мектебі. Одан кейін 9-ші сыныптар бойынша барлығы 277 мектептен 12.711 білім алушы қатысып, 40-тан төмен көрсеткіш көрсеткен 10 мектеп. Жетісайда 3, Ордабасыда 2, Созақта 1, Шардарада 1, Мақтааралда 1, Келесте 1 көрсетті. Енді бұл жерде атап өтуіміз керек, 2 мектеп 2 мәрте тест болды, 2 мәрте тесттен де өте алмай қалған Ордабасы ауданындағы мынау Достық және Ынтымақ мектебі. Енді бару арқылы профилактикалыққа келетін болса, және қайта мемлекеттік аттестаттаудан өтпеген 22 білім беру ұйымы жүргізілді. Ол 22 білім беру ұйымының ішінде 17-сіне барлықтары бардық, нұсқама берілді, орындалды. Жаңа атап өткендей, біздегі 5 білім беру ұйымдар жабылды. Және бір Сарыағаштағы, Сайрам ауданында 94-ші мектеп, лицензиясы қайтарылған 2 колледж. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін атап өтетін болсақ, біздегі e-өтініш порталы арқылы 328 өтініш түскен. Оның өтініштердің барлығы аудандарға бөлетін болсақ, Мақтаарал ауданында 71, Сарыағаш ауданында 70, Сайрам ауданында 40, Түркістан қаласында 22. Енді осының ішінде нәтижелерін біз саралай келіп, 45 өтініш бойынша жоспардан тыс тексерілді. Жоспардан тыс тексерілу нәтижесінде 12 әкімшілік іс қозғалды, 7 заңды тұлғаға, 5 лауазымды тұлғаға. Алдымызда Мақтаарал, Сарыағаш, Сайрам аудандарында өтініштер көп түсуіне байланысты
биылғы оқу жылында білім басқармасымен бірлесе отырып, біз келесі аптада осы аудандарға іс-сапарға шығуды жоспарлап отырмыз. Әкімшілік іс бойынша енді әкімшілік жүргізу бойынша біздегі одан бөтен 285 білім беру ұйымына әкімшілік іс қозғалды. Яғни прокуратураның ұсынысымен бойынша 116 әкімшілік іс, мемлекеттік органдар бойынша, яғни біздің комитеттен, басқармадан, білім бөлімінен келген 42 әкімшілік іс, одан бөтен соттан ұсыныс келген 16 әкімшілік іс, одан кейін мынау ата-аналар өздерінің мектеп формасын сақтамау, балаларын сақтамау бойынша бізде 18 әкімшілік іс, барлығы 285 әкімшілік іс қозғалды. Енді өздеріңіз білетіндей, біздің департаментте педагог құқықтарын қорғау және педагогикалық әдеп кеңестері құрылған. Бұл мақсат, яғни Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 11 мамырдағы 190 бұйрығымен бекітілген педагогикалық әдеп кейбір мәселелері туралы екінші қосымшасына сәйкес Түркістан облысында, яғни біздің департамент әдеп кеңесі құрылған. Осы әдеп кеңесі құрылған, бұл жерде яғни педагогтарды, директорлердің, оқу орынбасарлардың барлық санатта педагог саналады. Осы жерде дөрекі сөйлеген, әдепсіз болған педагогтарымыз бір-біріне дөрекі сөйлеген уақытта біз департамент жанында кеңес қаралады. Осы кеңесте бізде 5 отырыс өткізілді. Ол жерде 15 іс қаралды, 9 анықталды. Яғни тәртіп шара берілді. Ол жерде 9 директорге тәртіп шара, 37 педагогқа. Оны енді ашып өтетін болсақ, 15 ескерту, 29 сөгіс, 2 қатаң сөгіс. Осы жерде айтып өту керекпіз. Педәдеп кеңесіміздің отырыстары көшпелі түрде өтеді. Ол 8 аудандарда өткен. Енді департамент мемлекеттік қызмет көрсетеді. Мемлекеттік қызмет, бізде 2 мемлекеттік қызмет көрсету бар. Ол білім беру ұйымдарын лицензиялау, одан кейін дипломдарын апостиллеу деген. Осы мемлекеттік лицензиялау бойынша бізде өтініштер 339 өтініш келіп түсті. Қайта рәсімдеу бойынша, оның өздерінің, былайша айтқан кезде, мекемелері басқа адреске ауысуына байланысты 92 қайта рәсімдеу болды. Жаңа біліктіліктермен мектепке қосымша, яғни мектепке қосымша дегенді, бас лицензия мен қосымша дегенді анықтап алуымыз керек. Бас лицензия деген сөзіміз жаңадан ашылған білім беру ұйымы бірінші кезекте берілген бас лицензия, ал қосымша біздегі деңгейге бөлінеді, бастауыш сыныптары, негізгі, одан кейін жалпы болып. Бізде қосымша берілген 35, жаңа мектептер 39, бас тартылғаны, яғни 173 білім беру ұйымынан бас тартылды деген сөз. Енді екінші білім туралы құжаттарды апостиллеу, біздегі 139 өтініш келіп түсті. Апостилге қойылған 63, жалпы білім беретін мектептерден 59, мына кәсіптік және техникалық колледждерде ұйымында 4-еу, бас тартылған 73. Осы жерде біз елдерге бөліп ашып қойдық. Білім алушылар қай елге көп кеткендігі туралы. Түркияға бізде 39, Кореяға 5-еу, Грецияға 4-еу, Польшаға 4-еу, ары қарай бір-біреуде, екеуден қарап өтсеңіздер, осы жерде жазылып тұр. Енді департаменттің құрылымына келетін болатын болсақ, департаменттің құрылымы, яғни біздің департаментте 2 бөлім бар. Бізде басшы, орынбасар жоқ, 2 бөлім. Бірінші бөлімі бізде білім беру қызметінің лицензия бөлімі. Бізде 3 маман қызметі атқарады. Ол жерде жалпы Қасымова Жана Сатыбалдықызы бөлім басшы, Тұрған Мүкіл Шериевна және бас маман, одан кейін Есқали Жақсыбайұлы. Осы жердегі 10 жақтарын қарасаңыздар, қандай міндеттемелер жазылған. Яғни білім беру ұйымдарын біліктілік талаптарын тексеру, одан білім беру рұқсаттарын ресми құжаттарды апостиллеу, одан бетер лицензия беру, яғни біздің департаменттің сайттарын, жұмыстарын жүргізу, одан бөтен 25 жылға арналған міндеттемелері. Екінші бөлім білім сапасын сырттай бағалау. Білім сапа, яғни бұл жерде бізде 8 маман жүктелген, телефон нөмірлерін барлығын қалдырғанбыз. Себебі мемлекеттік аттестаттау бойынша біздегі мамандар қандай бұйрықпен, қалай жұмыс жасау керектігін бәрін бөліп, бұл жердегі осы ақпараттардың барлығы біздің департаментте, яғни Facebook парақшамыз, Instagram парақшамда, ресми департамент парақшаларында салынған. Одан бөтен біз облысымызда білесіздер, 1000-ға жуық мектеп бар. Осы қала, аудан көлемінде біз кураторларды бөліп қойдық.
Яғни бұл кураторлардың бөлген мақсатымыз аудан, қала білім бөлім басшыларымен бірлесе отырып, мынау резонанс білім беру ұйымдарында резонанс болған кезде дер кезінде шешу жолдарын қарастыру мақсатында. Бізде енді 25 жылға арналған міндеттемелері бар. Осыны сіздерге таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мемлекеттік қызмет көрсету, яғни 25 жылға лицензия беру, лицензия рәсімдеру мәселелерін тұрақты түрде бізде қарап өту. 25 жыл білім беру тиісті рұқсатнамалармен білім беру қызметін жүзеге асыруды анықтау, жалғастыру. Яғни бұл күнделікті болып жатқан процесс, өтінішке. Содан кейін біздегі 25 жылға жеке білім беру ұйымдарының жұмысын ерекше бағалау, яғни динамикасын барлығын қарап отыру. Одан білім беру ұйымдарының шығарылатын ресми құжаттарды апостильдеу, білім сапасын бағалауды, ұлттық жүйесін дамуы, өңірлік білім сапасын динамикалығын анықтау, бақылау шаралары, яғни біздегі мына жерде былай айтып өтуіміз керек, ауыл мен қала мектептерінің арасында алшақтықты жою мақсатында біздегі 108 мектеп 5 бағыт бойынша жұмыс жасалынады. Яғни ол 5 бағыт деген сөзіміз күрделі жөндеуді бірінші қажет етеді, немесе ағымдағы жөндеуді қажет етеді. Одан кейін мынау кабинеттердің барлығын заман талаптарына сәйкестендіру. Одан кейін біздегі мониторинг және бақылау шараларын жүргізу бойынша 474 білім беру ұйымы бақылау шараларынан өткізіледі. Оның 460-ы аттестаттау, оны профилактикалық бақылау, одан кейін біліктілік талаптарына сәйкесін тексеру 4-еу. Жалпы біздегі осындай міндеттемелер берілген. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Назарларыңызға рахмет.